Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Оқу мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру, әміршіл әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып талдау. 1986 жылы желтоқсанның 16 күні Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумы болды. Пленум небәрі 18 минутқа созылды. Күн тәртібінде бір ғана ұйымдастыру мәселесі тұрды. Дінмұхамед Қонаевтың орнына Геннадий Колбинді сайлау ұсынылды. Желтоқсан оқиғасының басталуына түрткі болған жағдай Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың орнына орталықтың шешімі бойынша Геннадий Васильевич Колбиннің тағайындалуы еді. Ондаған жылдар бойы қордаланып қалған келеңсіздіктер, қоғамдық, әлеуметтік және мәдени салалардағы өрескел кемшіліктер, ұлт мәселесінің шиеленісуі, міне осылардың бәрі желтоқсан оқиғасының негізгі себептері еді. Келесі күні 17 желтоқсан таңертең Брежнев атындағы алаңға, қазіргі республика алаңына адамдар жинала бастады. Олардың дені студенттер мен жұмысшы жастар еді. Алаңға жиналғандар орталық өкілдерінен, жергілікті билік органдарымен санасуды талап етті. Қолдарына транспаранттар көтеріп шыққан жастардың ұрандарының бірі «Тіліміз жоғалмасын, жеріміз тоналмасын» болатын. Жастардың бұл қарсылығы түрі жағынан ұлттық болғаны мен ұлтшылдық сипатта емес еді. Шеру бейбіт әрі саяси түрде өтіп жатты. Алаңға жиналғандар қазірде еліміздің әнұранына айналған «Менің Қазақстаным» әнін шырқап тұрды. Бірақ әміршілдікке, әкімшілдікке дағдыланған партия мен үкімет басшылары жастармен тең құқылы келісімге келе алмады. Олар алаңға жиналғандарға танымал адамдарды жіберіп, ақыл айтқызып, таратпақ болған әрекеттерінен нәтиже шықпаған соң, әміршіл әкімшіл жүйенің бұрынғы үйреншікті әдістеріне көшті. Демонстранттарды қуып таратудың арнайы жоспары құйын 86 жасап шығылды. Қаруланған солдаттар сапер күректермен, дубинкалармен жастарды аяусыз ұрып соғып, оларға зорлық-зомбылық жасады. Желтоқсанның қақаған суығында үстеріне су шашып, қолға түскен жігіттер мен қыздарды бірнеше сағат бойы жер бауырлап жатуға мәжбүр етті. Ешқандай соттың рұқсатынсыз, ешбір прокурордың рұқсатынсыз жастарды тергеу изоляторларында ұстады. Сол күні 18 желтоқсанның кешінде Мәскеуден келіп жетіп, жалпы билікті қолына алған Соломенцев жастардың бейбіт шеруін барып тұрған ұлтшылдық деп кінәлап, шындықты одан әрі бұрмалады. Желтоқсан оқиғасын орталық басылымдарда және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында ұлтшылдардың, маскүнемдер мен нашақорлардың іс-әрекеті деп бағалады. Ескі басшыға барлық кемшіліктер аударылып, жаңа басшыны дәріптеу басталды. 1987 жылы шілдеде КОКП орталық комитетінің Қазақ Республика партия ұйымдарының еңбекшілерге интернационалдық және патриоттық тәрбие берудегі жұмыстары туралы қаулысында теріс баға беріліп, бүкіл қазақ ұлтына ұлтшылдықтың таңбасы таңылды. Мұхтар Шаханов комиссиясының қорытындысына сүйенсек, сол күндері 8500 адам қамауға алынған, 1720 адам жарақаттанған, 99 адам бас бостандығынан айырылып,
2 адам өлім жазасына кесілген. Олар Қайрат Рысқұлбеков пен Мырзағұл Әбдіқұлов. Кейінірек халықаралық қауымдастықтың наразылығымен Қайрат Рысқұлбековке кесілген өлім жазасы 20 жыл бас бостандығынан айыру жазасымен ауыстырылды. Бірақ Қайрат Рысқұлбеков Семейдегі түрмеде жұмбақ жағдайда көз жұмды. Біз оқушылар Қайрат Рысқұлбековтен басқа да желтоқсан оқиғасының құрбандарын білеміз. Олар Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджанова және тағы басқалары. Оқушылар, желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы өте зор. Біріншіден, қазақ халқының ұлттық санасының өсуіне айрықша ықпал етті. Тәуелсіздікке ұмтылуына жол ашты. Екіншіден, бүкіл Кеңес одағына еніп келе жатқан жас демократия үшін күрестің басы болды. Солай етіп оқушылар 1991 жылғы желтоқсанда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстандағы 1986 жылғы 17-18 желтоқсандағы оқиғаларға қатысқаны үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөніндегі жарлығы шықты. Ал 1996 жылы 9 желтоқсанда Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілді. Ал енді оқушылар, желтоқсан оқиғасының басталуына түрткі болған жағдай не екен? Кім айтады? Әйкен. Желтоқсан оқиғасына түрткі болған оқиғалардың біріне 1986 жылы 16 желтоқсанда 5-ші пленнің өтілуі, және де ол пленнің өтілгенде Дінмұхамед Қонаев орнынан алынып, орнына Геннадий Колбин тағайындалуы болды. Жарайсың. Ал желтоқсан оқиғасының негізгі себептері нелер екен? Кім айтады? Балпанқұл. Қордаланып қалған келеңсіздіктер, қоғамдық, әлеуметтік және мәдени салаларды қамтыған өрескел кемшіліктер және ұлт мәселесінің шиеленісуі. Жарайсың. Желтоқсан оқиғасының маңызы қандай екен? Оқушылар кім айтады? Зарина. Қазақ халқының ұлттық санасын өсуіне айрықша ықпал етті, тәуелсіздікке ұмтылуына жол ашты, бүкіл Кеңес одағының еніп келе жатқан жас демократия үшін күрестің басы болды. Отыр, жарайсың. Ал оқушылар, төменде берілген ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Желтоқсан оқиғасы 1996 жылы болды. Ақиқат па, жалған ба? Жалған. Жарайсыңдар. Желтоқсан оқиғасы ұлтшылдар мен нашақорлардың іс-әрекеті деп бағаланды. Ақиқат па, жалған ба? Жалған. Ал енді КСРО Ішкі істер министрлігінің бұйрығы негізінде дайындалған Құйын 86 операциясы бойынша көтеріліс қатыгездікпен басып жаншылды дейді. Бұл ақиқат па, жалған ба? Ақиқат.